Енді қазір қараңыз, бізде басты мәселе үйдің салқындығы, үйдің сапасы қазіргі таңда. Одан екінші мәселе бізде су тұғын. Бірақ үйге мына новый әкімнің отырды ғой, Мұрат дейді. Қанша жазылам, міне әкімнің нөмірлері толыпты. Осы таяуда алып звондасам, бізді кіргізбейді әкімге. Әкімшілік айтады, бізге қарамайды. Мысалы үшін біз бір күн светке су төлемейміз, ақша кеп қырқат, уақытылы келмейді, сығырайып тұрады. Мотор қойсам, мысалы үшін мен қарапайым халықпын, менен кеп жалып етеді олар. Ол сотқа береді, олар прав. 21 ғасыр дейді. Аяқтан 21 ғасыр, 15 ғасырдан төмен ғой жағдайымыз. Міне жағдайымыздың бары. Жылуымыз, вообще үйіміз қазір бір айдан кейін келіңіздер, пожалуйста, ашып кіргізем. Үйіне, көшене бәрібір болады. Терезенің алды вообще азынайып жатады. Штор жауып тастаймыз қысы жазы. Пеш, міне 2 пеш қосам 2-ге. Ол үшін светке төлеймін 20-30 мың. Амал жоқ бала шағам үшін. Аты жөніңіз? Азиз ханым. Сіз Сәтпаев қаласының аппарат басшысы ретінде уәде бересіз ғой, келген адам кедергісіз, қиналмай әкімшілікке кіре алатынына. Уәде бересіз бе? Уәде бергенде ол өзі тәртіпсіз ғой. Жоқ, енді тәртібін біліп тұрмын, бірақ көп кісінің жаңа айтып тұрған жалбысы бойынша, маған айтқан шағымы бойынша мен сізге сол халықтың мұң-мұқтаж жеткізіп отырмын. Ол кісілерге былай айтыңыз, бізде әкімдікте тұрғындарды қабылдау орталық бар басында. Сол орталыққа сіз бардыңыз ба, келдіңіз ба, сұрақ қойыңыз. Сосын ол кісі айтады, қай жағынан келгенін бәрін тиянақты басынан бастап сұрап алыңыз, қалай екен. Мүмкін ол кісі шатысып тұрған шығар. Сосын келсін, келген уақытта охранаға келсінде, мысалы өткізбей жатыр ма, енді ол кісілерді өзінің жұмысын атқарады ғой, кіргізбей жатса, маманды шақырсын. Маман жоқ болған күнде де біздің телефондарымыз тұр. Маған звондасын, жаңағы байланыс телефондары көп қой, звондасын, кіргізбей жатыр, қандай мәселе. Әкім приемына жазылама, замдарға жазылама, жазылып кетсін. Сосын өзім уақытын айтады, қай уақытта келу керек екен. Мысалы қараңыз, сіз айтасыз, охрананың өзінің жұмысы бар, анау-мынау деп ше, жаңа айтып тұрсыз. Охранаға ол айлық қайдан түсіп отыр? Халықтың салығының арқасынан ба, дұрыс па? Халықтың арқасында. Жұмысын атқарып отыр ол. Сонда ол охрана халықты қорғау керек па, или акиматты қорғау керек па? Тәртіпті қорғайды ғой, тәртіп болу керек қой. Енді тәртіп бойынша, жаңа халықтың айтуы бойынша, тәртіп бойынша анау опен акимат жағынан да келді, кіргізбейді деп мамон айтады. Кіргізбейді деген болмайды. Жоқ, енді айтайын, соңында. Болмайды кіргізбейді деген. Акиматтың алдынан да келді, кіргізбейді деп сондай шағым айтуда. Мүмкін Енді шатысқан мен, шығар ол кісі, қараңызшы, жаңа айтып отырған шатысқан шығар мүмкін. Сіздің сөзіңізді мен нәтижесіне салам, ертең халық сол жерде өздері қарап, бағасын береді, сосын қай жақпен жаңа өзіңізге ыңғайлы айтып отырсыз ғой, кірсін деп, сол жақпен кіреді, бірақ халықпен кері байланыста боласыздар, уәде бересіз бе? Өзіңізді адал басшымын деп айта аласыз ба? Айталам. Халыққа жақынсыз ба? Өте жақын.